Қосылма? Кіріп алсын адамдар. Так. Вот, менде шықты. Так, всем привет. Сағат 2-де деп 2:30-да бастайтын қазақпыз ғой. Как всегдамыз ғой. Так, кіреміз. Бүгінгі тақырып бізде не? Ақша. Конечно же, ақша. Ақша X10. Нақты қадамдар. Почеркім күшті. Так, сіздерден кері байланыс сұрағым келіп тұр. Кім қанша ақша тапқысы келеді, және де кім қанша ақша дәл қазір тауып жатыр. Я, осы бойынша маған кері байланыс бер жерсеңіздер, ары қарай уже нақты сол жаңағы тауып жатқан суммаңызды X10 есе көтеруге сізді не тоқтатып тұр, және нені жөндесеңіз, қандай әрекеттер, қандай нақты қадамдар жасаған кезде сіздің ақшаңыз 10 есеге табысыңыз артады. Яғни сол жолда бүгін эфир болатын болады. Так, запрос на участие дейді ғой. Все. Что-то азаным кіріп жатыр ғой, Окей. 500 мың тапқым келеді. Қазір қанша тауып жатырсыз? Қазір қанша тауып жатырсыз? Алпыс мың табамын. И то ол стипендия дейді. Окей, кеттік дальше. Кім қанша ақша табады дәл қазір? Кімнің табысы қанша? Маған жазып жіберіңіздер. Кері байланыс міндетті түрде. Кері байланыс жазыңыздар. Жалпы кеттік. Жалпы. Ақшаны, яғни табысымызды еселеу, немесе өзіміздің бизнес жасап жүрген жаңағы жұмысымыз, бизнесіміз, немесе біреуге қолында жұмыс жасап жүрсек, немесе студент болсақ, стипендия алатын болсақ, маңызды емес. Біз өзіміздің бір кәсібімізді бастауды, немесе кәсібімізді ары қарай дамытуды қорқамыз. Неге дамытуға қорқамыз? Неге? Оның ең бірінші себебі бізде цель, яғни мақсаттың дұрыс болмауы. Біз не үшін өмір сүріп жатырмыз? Не үшін керек ол ақша? Яғни осы сұраққа өзіміз жауап бере алмаймыз. Согласитесь, нақты қазір қанша ақша тапқың келеді, және де ол ақшаны конкретно прям қанша неге жұмсайсың, не үшін керек, жалпы бұл өмірде не үшін өмір сүріп жатсың, қандай миссияң бар, вообще өмірлік цель қандай, өмірлік мақсатың қандай, вообще не үшін жүрсің, не үшін келдің бұл өмірге деген сұраққа ең біріншіден жауапты алуымыз керек. Барлығы адасып жүр. Не істеймін, не қоям, қайда жүрмін, қайда бара жатырмын деген сұрақты білмейді. Әйтеуір жұрттан қалып кетпейін, цель жұрттан қалмау. Яғни қойған целі, қойған мақсаты нақты өзіне, осыншама ақша табамын да, ол ақшаны өзіме жұмсаймын деген мақсат емес. Мақсаты сол тапқан ақшаны алғаннан кейін мен осы жұрттан қалып кетпеймін, мен осыған көрсетемін деген цель болады. Яғни цель дұрыс емес, цель өзім үшін емес, жұрттан қалып кетпейін, жұртқа көрсетейін деген мақсат болғандықтан бізде ақшамыз көбеймейді. Ал ақша деген не? Ақша деген кішкентай бала секілді. Кішкентай балаға беркел десең, ол жасамайды, яғни келмейді, Оған телефон берсең, конфет берсең, шоколад берсең, мен саған не істеймін? Конфет берем, мен саған шоколад берем, мен саған телефон берем. Сен келші десең ғана не істейді? Ол келеді. Тура сол сияқты цель. Яғни мақсатымыз біздің дұрыс болу керек. Оны мотивировать ететін, яғни ол ақша кішкентай бала сияқты дедім ғой, оған бір мотивация беретін нәрсе керек. Оған кел тамақ жейсің десе, ол кішкентай бала келмейді, Оған конфет бер, оны кайфовать ететін, оны жақсы көретін нәрсеге не істеу керек?
шақыру керек. Яғни сол нәрсені біз миымызда білген кезде, нақты өзімізге не керек екенін білген кезде ғана бізге ақша келе бастайтын болады. Біріншіден. Екіншіден, норма. Біз все и сразу деген не болады бізде? Қателік. Біз все и сразу бірден барлығын алғымыз келеді. 60 мың теңге тауып жүрсің, немесе стипендия алып жүрсің, бірден 500 мың теңге таба салғың келеді. Бірден 1 миллион таба салғың келеді. Бірден 10 миллион, бірден 20 миллион таба салғың келеді. Яғни норманы біз не істейміз? Соблюдать етпейміз. Уровень нормы деген нәрсе бар. Одан кейін бізде не? 50/50. Біз әркімнің бір сөзіне ере береміз. Кім не айтса, кім не предлагать етсе, қандай курс болсын, қандай жаңағы не болсын, анализ жасамай біз еріп кете береміз. Яғни біз ойлаймыз, бір ғана нәрседен, немесе ниша таңдау, ниша таңдасам, мен керемет бір ниша таңдап алсам, даусым естіліп жатыр ма жалпы маған? Кері байланыс беріп жіберіңіздерші. Керемет бір күшті ниша таңдасам, сол кезде маған ақша келеді деп ойлайтындар бар ма? Яғни Каспиді оқиды, көреді, жасап көреді, клиент жоқ, жаңағыда ақша таппайды. Одан кейін Валберсті оқиды, одан кейін тендер оқиды, одан кейін психология оқиды, одан кейін тағы бірдеңе оқиды, одан кейін нейрографика оқиды, тағы яғни бірнеше курстарды оқып жүре береді, естіліп тұр дейді. Бірнеше курстарды оқып жүре береді, бірақ ойлайды, жаңағы бір ниша таңдасам, бір курсты ақша табатын бір нәрсе үйреніп алсам, стористі оқиды, SMM-ді оқиды, прогрефті оқиды, соны біліп алсам болды, менде керемет, прям көп күшті, көп ақша тауып кетем деп ойлайды. Қайырлы күн, естіліп тұр, керемет, супер, рахмет. На самом деле, қалай? На самом деле, сенің табысың, сенің нишаңа байланысты емес. Мүлдем сенің қанша табысың, немесе қанша тапқың келетін ақша сенің нишаңа байланысты емес. Себебі қандай нишада болмасын, клиент қайдан келеді, яғни ақша қайдан келеді? Ақша ол клиенттен келеді. Мынандай нәрсе жоқ та, аспаннан бір нәрсе просто бүйтіп ақша жауыпты деген нәрсені мен әлі естіген жоқпын. Аспаннан просто так она захотела и цель жазыпты да, сосын қатты хотеть етіпті да, сосын аспаннан бере салыпты, или там ұйықтап жатады да, азанда тұрса, жастығының астында, или там көрпесінің астында, или кроваттың қасында, осынша ақша өзімен өзі пайда бола салыпты деген нәрсені мен әлі естіген жоқпын. Или сіздер естідіңіздер ма? Естіген болсаңыздар, сондай ситуацияны маған айтсаңыздар болады. Мен просто ұйықтап жатқам, азында тұрсам, просто аспаннан маған ақша жауа салыпты, ақша бере салыпты. Ондай нәрсе болмайды, Яғни бұл өмірде өмір сүріп жатқан кейін бізде не бар? Заңдылық бар. Ақша қайдан келеді? Конкретно бізді жаңағы клиенттен келеді, принципе, ақша келетін негізі 3 вариант бар. Біріншісі ұрлау. Яғни мошенничество, біреуді алдау, ұрлау деген сияқты. Оған мы согласны? Нет, не согласны. Мы же не хотим же, ұрлағымыз келмейді. Екіншісі не? Екіншісі сұрау. Кім сұрағысы келеді? Әйел адамға сұрауға болады күйеуінен, ағасынан, інісінен, әкесінен, немесе ата-анамыздан сұраймыз, басқадан. Бірақ сұрау, окей, бір рет сұрайсың, 2 рет сұрайсың, әрқашан, ай сайын мен қанша айына ақша жаратқыңыз келеді? 5 миллион жаратқыңыз келе ма? Ай сайын мен 5 миллион сұрап отыру деген, это как-то невозможно, что это же не устраивает, это как так деген сияқты, Значит, что нас не устраивает? Это невозможно, Он бере бермейді, Одан кейін не? Үшінші вариант ол заработать. Мен қазір сіздерге реальный фактовый нәрселер айтып жатырмын эфирде. Осы эфирде отырғандар, мен сіздерді құттықтаймын. Өте сондай терең, өте сондай прям по факту, өте сондай супер сабақ көріп отырсыздар. Действительно супер сабақ көріп отырсыздар. Мына информацияны, мына қазір мен беріп жатқан информацияларды, реальный информацияларды сухой мотивациясыз, деп отырған там, деп жаңағыдай отыратын мотивациясыз
мен сіздерге по факту, реально, по полочкам беріп жатырмын. Сондықтан да цените осы беріліп жатқан сабақтарды. Прям зарубите, прям миларыңызға құйып алыңыздар максимально. Эфирден шығып кетіп, деп отырмаңыздар, лағып. Реально, мен сіздерге көп секреттерді айтып жатырмын, если честно. Реально секреттерді айтып жатырмын. Сондықтан да өздеріңізге алып қалыңыздар, жақсылап. Потом, заработать қайдан келеді? Как мы зарабатываем? Ол қайдан келеді? Клиенттен келеді, я? Деньги приходят откуда? Клиенттен. Енді, например, сен сумка сатасың, киім сатасың, курс сатасың, консультация сатасың, услуга сатасың, бухгалтерский, неважно, я? Немесе біреудің қолында жұмыс жасайсың, бірақ бір нәрсе, бір өзіңнің жеке бизнесіңді ойлап жүрген. Қазір эфирде отырсаң, даже если айлыққа жұмыс жасап отырсаң да, значит, у тебя есть что? У тебя есть какой-то потенциал, что-то свое развить. Заработать есть два варианта. Заработать есть два варианта. Мен сіздерге қазір сухой мотивация, андай нәрсе айтып жатқан жоқпын, мен сіздерге реально фактовый нәрселер айтып жатырмын. Заработать есть два варианта. Первый это найм, я? Найм, да, это максимум ты можешь заработать 500 тысяч. Ары кетсе. И то сенде қандай стаж болу керек, қандай опыт болу керек, да? Или у тебя есть бизнес. Или это твой личный бизнес, или ты на проценте у кого-то деген сияқты. То есть, или это совместный бизнес. Например, эксперттердің, продюсерлары, это тоже их бизнес. Это совместный бизнес, да, называется. То есть, или сен бір нәрсе сатасың, или услуга сатасың, или, то есть, бизнес, клиент, бизнестан келеді, я? Яғни, здесь можно максимум 500 тысяч заработать, а здесь от 500 тысяч и что? Без ограничений. Есть люди, которые зарабатывают миллиардами, триллионами, да, например. То есть, вот. Поэтому, енді осы жерде түсіндік па? Маған бір кері байланыс бер жеріңіздер, оказывается, менде осындай қателік болып жатыр екен, оказывается, мен осыны түсінбеппін деген сияқты. Маған бір кері байланыс бер жерсеңіздер, супер болатын еді. Я? Так, мына жерде түсіндік. Басты, жалпы ақшаны он еселеудегі жалпы кедергі келтіріп тұрған жаңағыдай басты прям нәрсе, басты қадамдар, жалпы басқа қателіктер, ол мақсаттың дұрыс болмауы, норма, все и сразу, яғни норманы следовать етпеу, және де мынау 50 на 50 формуласын ұстанбау. Но 50 на 50 формуласын қазір мен сіздерге более подробно айтып беретін боламын, жарай ма? Мына жерді өшіріп жіберейін. Енді сіздерге 50 на 50 формуласын еститін боламыз, айтатын боламыз. 50 на 50 деген не? Көбісі ойлайды, жаңағы психология, немесе клиент қайдан келеді, қалай біз көп ақша табамыз, жаңағы көбісі айтады, там проработка жасасам болды, или там просто, или там ораторлықты үйреніп алсаң болды, немесе каспимен жұмыс жасауды үйреніп алсаң болды, немесе күшті ниша таңдап алсаң болды деген сияқты әртүрлі сондай бір өзінің бір варианттарын айтады. Мен сіздерге фактовый нәрселер айтып беремін. Бүгін прям мынау эфир қанша уақыт сақталады? Мынау эфир негізі көп сақталмайды, айтамыз, хорошо? Сторисқа шығарамыз, қанша уақыт сақталатынын. Эфир көп сақталмайды. Скорее всего, бір сутка немесе ары кетсе 2 сутка сақталады. Сондықтан ана эфирді жақсылап көріп алыңыздар. Вообще, ешкім айта бермейтін, мен сіздерге секретпен бүгін бөлсем. Негізі мұндай секретпен барлығы бөлсе бермейді. Реально мен сіздерге айтайын. 50 на 50. Барлығы өзінің услугасын сату үшін өзінің услугасынан басқа ешқандай нәрсе әсер етпейді деп ойлайды. Реально, мен сіздерге бірақ по факту айтып жатырмын. 50 на 50 это что? Ер кісілер болса, эфирде мен сіздерге айтайын, өте керемет эфирде отырсыздар. Көп ер кісілер скептик болады, көп нәрсеге сене бермейтін болады, жаңағы кішкене эмоцияға жоқтау болады, сол кісілерге мен сіздерге прям по полочкам айтып беріп жатырмын. Жалпы 50% ол жетістікке жетудің 100% жолы негізінде. Ол 50% психологиядан тұрады, 50% навыктан тұрады.
90% психология, 97% психология деген нәрсе өтірік. 50/50. Себебі психология деген не? Клиенттің келуіне не әсер етеді? Давайте вот навыктан бастайықшы. Бірінші навыктан бастайық. Клиенттің келуіне Инстаграм жүргізу, ол не? Навык қой, я? Сен неважно қандай нишада болсаң да, қандай ниша, трендиолсың ба, валберсің ба, киім сатасың ба, очки сатасың ба, трусы сатасың ба, носки сатасың ба, базардасың ба, неважно там, да, например, қандай нәрсе сатсаң да, қандай юридический услуга ма, бухгалтерсің ба, неважно, қазір клиенттің 90% қайдан келеді? 100% демеймін, 100% бизнес жалпы сатылу, ол ақша сатылудан келеді, ол сатылымнан келеді, яғни Инстаграмнан. Оның ішінде Инстаграм, ТикТок, оның ішінде прогрев, оның ішінде Reels, оның ішінде жаңағы прогрев сторис дейікші, оның ішінде визуал, например, контент, например, визуал контент, оның ішінде тағы кете береді, окей. Дальше, одан кейін продажа, яғни Инстаграмның ішіндегі подразделениялар болатын болса, ары қарай не істеу керек? Клиентпен дұрыс сөйлесе алу керек, дұрыс продуктыңды преподносить ете алуың керек. Қандай, неважно не болса да, сенде қандай қабілет болу керек? Продажа, яғни сата алатын қабілет болу керек. Сен екі сөздің басын құра алмайтын болсаң, продажада бұл жерде бірге жүретін нәрсе, бұл дауыс, дикция және ораторлық деп айтса болады, ораторлық. Қай сөзді қайда айту керек екенін білу керек, как минимум база білу керек. Ребята, мен сіздерге айтайын, по факту айтайын сіздерге, сухой мотивация бүгін болмайды, бүгін по факту нәрселер болатын болады, по факту білім болады. Мына нәрселерді білмей, сіз мына жерде X10, 100 мың теңге табатындар болуларыңыз мүмкін араларыңызда, 10 миллион теңге табатындарыңыз болуы мүмкін, вообще ақша таппайтындар болуларыңыз мүмкін. Мынаны мен сіздерге айтып жатқаным от 5 миллионов, от 5 миллион, даже от 1 миллиона, до 1 миллиона, окей, прям қатты супер білмесен де, можно миллион заработать, без проблем. Миллион табу деген, это негізінде қатты қиын нәрсе емес, вообще қиын нәрсе емес. Это гарантия берем мен сіздерге, миллион табу, это вообще қиын емес. Но, чтобы ты хочешь заработать, если ты хочешь заработать от 5 миллионов, мыналардан не избежать, понимаете? Ораторлық бар, продажа бар, және де қаржылық сауаттылық бар, Қаржылық сауаттылық. Бұның ішінде инвестиция білу деген жаңағы нелер келеді, білімдер кетеді. Қаржылық сауаттылық, ақшаны қалай распределять ету. Пайдалы болып жатыр ма? Маған эфир кері байланыс беріп отырыңыздар. Без этого, ребята, никак, понимаете? Никак, вообще никак. Еще сен постоянно білімге, жаңағы контентіне, бүкіл нәрсеге жаңағы вложение жасап отыру керексің. Без этого 5 миллионнан көп ақша табамын, миллионнан көп ақша табамын деп мизан шығарып тастаңыз. Забудьте. Реально. Мынаған дайын емессіз ба? Өзіңізбен жұмыс жасауға дайын емессіз ба? Сатуды үйренуге, сату туралы кітаптар оқуға, жаңағы Инстаграмды жүргізуге дайын емессіз ба? Продажа туралы жаңағы ораторлық курстар өтуге, дауысты жөндеуге дайын емессіз ба? Өзіңізбен жұмыс жасауға дайын емессіз ба? Я не говорю, ақша таппайтын қазір 50 мың, 100 мың, 200 мың тауып отырғандарға қазір бастаңдар, осысыз сендер ақша таппайсыңдар деген сөз емес. 100, 150 мың, 200 мың теңгеге дейін еш нәрсе білмей, ешқандай қабілет, еш нәрсе білмей, просто желание болса болды, 100-200 мың теңге ақша табуға болады. 200-300 мың теңге табатын адамдар, ежемесячно 200-300 мың теңге, неважно, біреудің қолында жұмыс жасайсың ба, өзіңнің бизнесің ба, одан көп 500 мың, миллион тапқым келеді, 5 миллион тапқым келеді дейтін болсаңыздар, будьте добры, работайте над собой. Без этого, девочки, ребята, мальчики, девочки, достар, ағалар, інілер, без этого никак. Вот реально без этого никак. Енді Инстаграм жүргізейін десең, бұл жерде қараңыздар. Бұл это понятно, как бы и так понятно. Рилс салу керек екен білесің, мыналарды жасау керек екенін білесің, но что? Что-то держит.
и сам не понимаешь, иә, өзің түсінбейсің, не болатыр, мен білмеймін, вроде барын білетін сияқтымын, бірақ где я ошибаюсь, бір аспаннан бір нәрсе күтіп жүреміз, иә. Неге? Себебі, керемет дейді, рахмет. Себебі не? Бізге психология жетпейді. Яғни Инстаграм жүргізу керек екен, білесің. Яғни жеке бренд қой мына жерде, Инстаграм барлығы былайынша айтқан кезде жеке бренд, иә. Жеке бренд жүргізу керек екен, білесің. Инстаграм ашу керек екен, білесің. Өзіңді салу, сторисқа шығу, жаңа контент жасау керек екен, продажа жасау керек екен, білесің. Бірақ сен ойлайсың, не? Сенімсіздік. Өзіңе сенімсізсің. Менің қолымнан келмейді деп ойлайсың. Это не для меня деп ойлайсың. Я? Күнде сторис салатын болса, не? Мына жерде психология жұрттың ойы. Енем сөйлейді, атам сөйлейді, күйеуім сөйлейді. Айналадағы адамдар не дейді? Осындай блогер болып кетіпті ғой деп айтады. Немесе, например, ой, өзінше болып кетіпті ғой, бизнесмен болып кетіпті ғой деген нәрсе ой болады. Я? Яғни не? Установкалар жүре бастайды. Сосын қандай ой пайда болады? Көп ақша, нан барын жасасаң көп ақша табасың ғой, естественно, иә. Көп ақша тапсам, мен күйеуім ақшамды сұрай бастайды, иә. Установки уже, иә. Установки, бір сөзбен айтқан кезде, установки. То есть, күйеуім ақшамды сұрай бастайды, немесе менен отчет сұрай бастайды, немесе мен көп ақша тапсам өзінше болып кетем, немесе жаңағы ер кісілерде, иә, көп ақша тапсам менен айналадағы адамдардың бәрі ақша сұрай бастайды. Қарызымнан құтылсам, мен қарызбын деп қазір мен ешкімге ақша бермей отырмын, қарызымнан құтылсам, айналадағы адамдар менен ақша сұрай бастайды. Деген сияқты әр адамда 1,45 установкалар бар миында. Реально. Немесе ақша тапсам, ажырасып кетем деген сияқты, иә. Күйеуім көп ақша тапса, элементарно, просто же. Күйеуім көп ақша тапса, қыздармен гулять етіп кетеді. Это же по факту. Мен оны жол көргем деген сияқты не установкалар бар, и ол установка уже у вас срабатывает. Понимаете? Что жасауға өзіңе сенімсіздік, өзіңнің границаңды білмейсің, иә? Личные что? Границы. Сен өзіңнің неге тұратыныңды, өзіңнің потенциалыңды білмейсің, иә? Понимаете? Түсіндіре алатырмын ба? Түсінікті болып жатыр ма жалпы? Яғни өзіңнің потенциалыңды білмейсің, өзіңе сенімсізсің. Осының барлығы бізге не істейді? Влиять етеді. 50% психологияда, 50% навыкта. Мен сіздерге айтпаймын, нумерология, бірдеңе, қазір 1,45 ата-бабаң зертте деген нәрсе, оның бәрі өтірік негізінде. То есть өтірік болғанда, реально өтірік, мынау психология деген негізі дін ғой. Дін ғой. Просто оны дінмен жеткізетін болсаң, адамдар қабылдамайды. И Аллах тағала айтқанда, білімнің екі түрі бар дейді, жаңағы рухани білім, және бұл осы өмірдің кітаптарын, рухани кітап бізге Құранды түсіретін болса, осы өмірді табиғи жаңағы не деп айтады, ұмытып қалдым, жалпы мынау жаратылыстың кітаптарында оқыңдар дегенде, сол кезде бір-біріне влиять етеді дейді. Понимаете? Яғни ол духовностьқа влиять етеді, духовностьтың сенің біліміңе влиять етеді деген сияқты. Яғни ол психологиямен түсіндірген кезде адамдар жақсы түсінеді и өмірінде өзгерістер бола бастайды. Понимаете? Вот, поэтому жалпы осы жерге дейін сұрақтарыңыз болса, және де кері байланыстарыңыз болса, маған кері байланыс беріп, сұрақтарыңызды қойып жүрсеңіздер, ары қарай мен сіздермен более глубоко жүретін боламын. Мынау жаңағы установка деген не? Сенімсіздік, психология, жаңағы жұрттың ойы, потенциалды білмеу деген қай жақтан шығатынын сіздерге қазір әдемілеп тұрып түсіндіріп беретін боламын. 50/50 деген формуланы жақсылап түсініп алдыңыздар ма? Негізі, это, возможно, больно болуы мүмкін, өз-өзін алдап, бәрі жақсы болады деп, бір аспаннан бір нәрсе күтіп жүрген адамдарға ол как-то больно болуы мүмкін, окей. Бірақ өз-өзіңізді алдағаннан, біреуді кінәлағаннан ешқандай өзгеріс болмайды. Мына формула өтпейтіндер, 50/50 формуласы өтпейтіндер, не хочу дейтіндер, олар мынандай адамдар болуы мүмкін. Күтіп отыр, күйеуім қашан мені өзгертеді, күйеуім қашан жаңағыдай күшті болып өзгеріп кетеді, әйелім қашан өзгеріп кетеді, ата-анам менің кінәлі, мен ата-анам кішкентай кезінде сондай 1,45 травмамен өсірген, солар болмағанда мен күшті болып кететін едім деп біреуден бір нәрсе ожидать етіп отырған адамдар.
Если ондай болмасаңыз, сізге уже өту керек, окей? Дайынбыз ба жалпы 50 миллион, 5 миллион жоқ дегенде 1 миллион табуға? Қазір мен сізге айтайын, 1 миллион ақша табу қазіргі заманда это прожиточный минимум. Это реально. Мен реально түсінбеймін 100 мың теңгеге айына өмір сүретіндерге. Мен реально, қазір менің эфирімде отырған болсаңыз, мен эфирімді көріп отырған болсаңыз, значит, сіз жоқ дегенде айына 1 миллион теңге табатын потенциалыңыз бар адамсыз. Бұл эфирге екінің бірі келіп жатқан жоқ, я. Қаншама миллиондаған адамдар бар, бұл эфирді көріп тұрған жоқ. Себебі олар ондай результатқа дайын емес. Қазір эфирді көріп тұрсыз ба, значит, результатқа дайынсыз деген сөз. Просто поверьте в себя, во-первых. И 1 миллион теңге это реально прожиточный минимум. 1 миллион теңгеге сен хотя бы киінесің, хотя бы нормальный тамақ ішесің, хотя бы таксимен жүресің. Болды, басқа ешқандай 1 миллион байып кетпейсің, ешқандай байымайсың 1 миллион теңге тапқаннан. 1 миллион теңгеден еш нәрсе, вот реально ешқандай бір баю, бір күшті болып кетпейді өмірің. 10 миллион тапқаннан окей, возможно. Уже машинаң болады, квартира ала бастайсың деген сияқты, да. Но 1 миллион это прожиточный минимум. Хотя бы более качественный тамақ жейсің. Болды, сол-ақ. Так, кеттік дальше. Енді қараңыздаршы, менде бір қыз болады, Айсұлу деген. Жаңағы келетін адам ғой, келетін маған бірінші ретритке келеді. И консультация өтеміз, нетеміз. 1,45 курс оқығандар бар ма араларыңызда? 1,45. Каспи, Валберс, ТикТок, Рилс, не еді құдай-ау, мобилография. В общем, қандай әлемде курс бар, қандай кітап бар, Джо Диспенза, психология, 1,45. В общем, оқымаған, вот реально оқымаған, тендерде оқыған ғой құдай-ау. Оқымаған, білмеймін, бір сексология туралы оқымаған шығар. Бірақ содан басқасын бәрін оқыған ғой. Потому что она не замужем, молодая девушка, 21-де ма, 20-да ма, сондай да. Но вот сексологияны оқымаған, басқасын бәрін оқыған ғой, короче, не керек. Вот. И ақша таппайды ғой. И ойлайды, мен ана күшті ниша тауып алсам, мен ақша тауып кетемін деп. И осылай жұмыс жасаймыз. Как разрешить себе 1 миллион дейді. Разрешить. Қазір айтып берем. Жұмыс жасаймыз, консультацияда болады. И кейін мен командама келеді ол қыз. И 6 айдың ішінде, келген кезде 3,5 миллион қарызы болады маған келген кезде, еще ақша таппайды. Сөйтіп 50 мың айлыққа маған кіреді мобилограф болып. Мен көрейін дедім да. Сөйтіп екінші ай 90 мың, үшінші ай 100 мың, төртінші ай 150 мың, в общем 250 мың, потом 350 мың, потом 400. В общем, соңғы 2 ай, полный қарызын бәрін жауып, соңғы 2 айда 2 миллион. То есть миллионнан 2 ай бойы миллионнан тауып келе жатыр. Это всего лишь 6 айдың ішінде болған ситуация. Всего лишь 6 айдың ішінде. Как? Мынау 50 на 50-тағы, я? Мына жақтағы навыктарды қолдана бастады, благодаря тому, что мына жақтағы навыктарды өзінің миындағы установкалармен жұмыс жасау арқылы. Мен оған үйреттім, қалай жұмыс жасау керек, не істеу керек деген сияқты. Проработка. Яғни, бұның барлығы установка деп аталады. Бұның барлығы я не разрешаю себе, если я разрешу себе, то я недостойна деген установка. Яғни, осы біздің миымыздағы установканы, миымыздағы минус сценарийді, яғни негативті сценарийді позитивтіге айналдырамыз. Я достойна деп, я. Ол оның арнайы проработкасы бар. Яғни ол достойна деп ауысқан кезде, мен сізге кірейін сонда жұмысқа деп. Маған, мен қазір командама адам қабылдап жатқан жоқпын. Қалай оны үйрену керек екенін мен сізге қазір айтып беремін. Яғни трансформация. Трансформация деген, естіп жатқан шығарсыздар, трансформация, курс, бір бәле, 1,45 бірдеңелер. Трансформация деген мынау минус сценарийді, миыңдағы, я недостойна, я не разрешаю, мен қолымнан келмейді, мен сенімсізбін деген ойды, мен сенімдімін, мен қолымнан келеді деген ойға ауыстыру трансформация деп аталады. Бұның бірнеше жолы бар. Аффирмация, медитация сияқты жаңағы бірнеше жолдары бар. Бір установканы, жалпы негізі бір цельға адамда жоқ дегенде 40-50 установка болады, даже 100 болмаса.
мен телефон алғым келеді новый, немесе миллион тапқым келеді, миллион тапсам анау болады, мынау болады, миллионға мен недостойна, миллионға мен тапсам өзінше болып кетемін деген сияқты көп жаңағы негативный установкалар бар. Оны трансформация жасау үшін бірінші аффирмация жасауға болады. То есть аффирмация арқылы мен баймын, мен өзіме разрешаю, менде бәрі жақсы деп аффирмация айту арқылы бір айда бір установка, азаннан кешке шейін ерінбей айтып жүрсем, бір айда бір установка трансформация жасалады. Окей. Медитация бар, например, медитация тоже, в принципе, ол прям бір трансформация емес, но бір просто бір миды тынықтыру ретінде деп айтсам болады. Бірақ жалпы негізі аффирмация арқылы көбісі жаңағы трансформация жасайды. Бірақ менде есть методика Money Mind, называется это проработка денежных блоков. Бір ай емес, бір минутқа жетпей, бір 20-30 секундтың ішінде бір негативный сценарийді позитивке ауыстырамыз. Яғни бір күнде 10 установкамен жұмыс жасаймыз. Жоқ дегенде. Просто бір күнде 10-20 установкамен проработка жасаймыз. Бір айдың ішінде 300, 400, 500 установкамен жұмыс жасаймыз. Понимаете? Біздің Аллах Тағала, біздің жүрегімізді, мен всегда айтамын, всегда говорю, Аллах Тағала жүректі тазалау арқылы ана өмірдің азығын алыңдар дейді. Жүректегі жаман ниетті тазалау арқылы, яғни оны қалай тазалаймыз? Құранмен, дұғамен тазалаймыз, зікірмен тазалаймыз, ал мынау өмірдің азығын ми арқылы алыңдар, миларыңды тазалаңдар да, миыңдағы негативный сценарийларды, негативный установкаларды тазалада, мынау өмірдің несін дейді, азығын ал дейді. Яғни мидағы негативті нейрондар. Мида мынандай нейрондар болады. Жаңағы көрген болсаңыздар, тиктокта неде жүреді ғой, мида мынандай бір-бірімен связкалар болады, сол әрбір мидағы мынандай связкалар, яғни әрбір мынандай связкалар бір ойды қалыптастырады. Сол ой сенің өміріңде болады. Яғни сенің миыңда, мына, например, мен үлкен ақшаға лайық емеспін, мен қолымнан келмейді деген связка болатын болса, сен мына жақта қанша реклама жібересің, қанша адаммен сөйлесесің, қанша жаңағы тикток саласын, инстаграм саласын, 1,45 нәрсе саласын, бірақ почему-то оны ешкім алмайды, немесе алады да клиенттер жазады да, болды қазір дейді, бірақ ақшам жоқ дей салады, басқа дей салады, сенбеймін қумаш деп дейді. Так, установка, проработка жасауда тек ақыл дәрежесінде болса, оны айтқанда сене алмаймын, өтірік айтып тұрған сияқты, сенбеймін қумаш деп дейді. Ну, окей. Сізге так, 1,45 қарызым бар, миды жеп бітті дейді. 1,200,000 қарызыңыз болса, 1,200,000 табатын потенциалыңыз бар. Реально. Так, алдыңғы марафондарда айтқан болатын ол туралы, егер қатысқан болсаңыздар. Так, дальше установка. Яғни, сценарий өзгерген кезде, мен лайық емеспін дегенді лайықпын, мен разрешаю деп өзгерген кезде, неседі келе бастайды. Клиенттер саған келе бастайды. Ақша саған келе бастайды. Ақшаның аяғы жоқ қой жүреді келетін. Просто саған ақша аудара бастайды. Сенен сатып ала бастайды. Яғни, мынандай болады ғой, интуитивно бір магазинге барасың, и бір заттың өзін, например, фрукты алсаң, киім алсаң, аяқ киім алсаң, барлығында бір, но сен именно барып біреуіне барасың, әйтеуір бір не үшін екен базарда жүргеннің өзінде, не үшін екен білмейсің, именно, например, мына бутикке емес, мына бутикке барасың, хотя екеуінде товар бір, алып тұрған товардың екеуінде де бар, но каким-то образом интуитивно біз басқа біреуге барамыз. Яғни бармаған, сатып алмаған, саудасы болмаған адам, я не разрешаю себе деген установкасы тұр, и ол өмірде материализуется. Яғни миында сондай нейрон тұр, и ол өмірде материализуется. Ал я разрешаю себе, я открыто к большим деньгам деп тұрған адамға клиенттер именно соған барып барады. Понимаете? Так, дальше. Менде, кстати, Айгерім деген қыз болады. Айгерім деген Сарыағашта маленький жаңағы полуфабрикат цехы болады. Пельмен, жаңағы не дейді, котлет, анау-мынау полуфабрикат бар ғой, сондай шығаратын маленький цехы болады. Оборот 5 миллион дейді.
бірақ табатын табысым 400-500 мың теңге. И то ол қарызға, и то ол жүріп тұрысыма кетіп қалады. Қалған барлығы айлыққа кетеді, товарға кетеді. В общем, таза табыс 500 мың теңге, бірақ и то оның өзі просто ішіп жеп кетіп қалады, жүріп тұрысыммен кетіп қалады. Бір бүйтіп қолмен ұстап жатқан еш нәрсем жоқ. Еще 5 миллион қарыз бар дейді. Сондай состояниеда келеді. И осы установкалармен жұмыс жасаймыз. Қандай установка бар? Что тебя остановит? Как? Деген сияқты, я. И после этих установок, то есть после этих проработок, мы прорабатываемся. После этих проработок қазір мен сіздерге айтайын, бір 8 ай, 1 жыл даже болған жоқ, 8-10 айдың көлемінде Сарыағашта кішкентай цехын үлкейтті, Шымкенттен цех ашты. Плюс к этому қазір нижние пеньюары бар ғой, сондай бизнес ашты. Плюс к этому жаңағы неге Самарқандтан плов ашып жатыр, плюс к этому СММ агентство ашты, плюс к этому тағы бір-екі проекттер жасап жатыр. Қазір айтады, айына минимум жоқ дегенде таза табыс, оборот емес, басқа емес, 10 миллион түсіп жатыр дейді. Range Rover машина алды жақында. Вот просто 4 бала шағасы бар замужняя женщина, әйел. 4 бала шағасы бар. Күйеуі страшно қызғанатын. Қайда барсаң, қайда бардың, не істедің, каждый раз отчет беріп, еще тапқан табысын күйеуі, при том, что просто бір неге жұмыс жасайды, айлыққа жұмыс жасайды күйеуі, да, там сұмдық ақша тауып бір миллионер емес, но мына әйгерім тауып жатқан ақшасын өзін ол жаңағыдай санап отыратын, каждый контроль жасап отыратын, каждый шагын контроль жасап отыратын күйеуі, он просто отстал, он просто начал ее уважать не из-за того, что есть деньги у нее, нет, не из-за этого. Просто он начал ее уважать, и после этого у нее вырос доход. То есть ол өзіне разрешил, өзінің самооценкасымен жұмыс жасай бастады, өзінің жаңағы миындағы негативный установкаларын, сценарийларын өзгерте бастады, и после этого у нее вырос доход. То есть өзінің душасы спокойно болған кезде, ол бағанағы навыктар бар ғой, соларды спокойно освоить ете бастады. Спокойно күшті SMM-шік келді, күшті инстаграмы жүргізе бастады. Плюс к этому Айкас Фуд деген бар, Айкас Фуд көрсеңіздер болады. Бүкіл Қазақстанға франшиза сатып бастады. И плюс к этому бүкіл товарларын қазір Магнумдарда бүкіл товарларын ол уже андай өзі сатып, өзі нетпейді. Просто ол уже производственный уровеньге өтті. Просто жасайды, береді, и Магнумдағылар барлығы өздері алып кетеді, и өздері сатады. Представляете? Вот осындай уровеньге жетті. Это бір жылда болған жоқ, реально. Бір жылда болған жоқ. Бір 10 айдың көлемінде. Плюс к этому бір қыз болады, атам, енем, сөйлейді, күйеуім, в общем, көп жаңағыдай причинасы бар. Просто жаны тыныш емес, өзін не істейді. Мысалға былай да, мен всегда айтам, қараңыздаршы, сенің ішінде, мынау сенің айналаңдағы клиентің, атаң, енең, күйеуің, әйелің, інің, ағаң, достарың, там, неважно, да. Сенің ішінде я недостойна, я к этому, то есть мен саған әлі көрсетем, мен көп ақша тапсам өзінше болып кетем, мен көп ақша тапсам ішінде где-то глубине души адам оны өзі білмейді, осознанно білмейді оны. Осознанно білетінің, то есть яғни сенің ішінде қандай установка бар екен, қандай ой бар екен, білудің өзінің техникасы бар да. Просто так, жоқ, мен олай ойламаймын деп ойлауыңыз мүмкін қазір. Бірақ менде онлайн курста бұның барлығы бар. Сол онлайн курстағы қыздар до того, жаңағы курсты оқып жатқандар, до того, мен айтам да, минимум 40 установка жаз, а ол прям до того жаңағы техника бойынша 150 установка жазғандар бар. Мә, оказывается, мен ішімде осыншама нәрсе бар екен ғой, миымда осыншама негативный нейрон бар екен ғой, ё-моё, оказывается, осының бәрі маған мешать етіп тұр екен ғой деп, вот 150 установкасын проработать етіп, 5 миллион табысқа шығады. Вот реально минус 5 миллионнан плюс 5 миллион табысқа шығады. Яғни ішімде 1,45 миллион нәрсе тұрған кезде, я должна, я обязана, я тряпка, мною можно пользоваться, мен просто бітіп алып, можно обстирать, мен бәріне істей берем, мен мақыл дей берем, мен бола береді, маған ұрса беруге болады деген іште стержень болмаған кезде, іште опора болмаған кезде, іште өзіңе деген неуважение,
А чё? Ты же опять. Жасайын десе, бір нәрсе жасайын десе, нет, мен қолымнан келмейді, жоқ, мен жасап болмай қалса ше деген нәрсенің барлығы осы жерден басталады. Понимаете? Вот. Так, қазір эфирді перезапускать етейікші. Перезапускать етеміз, сосын қайтадан кіреміз, сосын мен сіздерге трансформацияның жалпы установкалар қалай табу керек, қалай трансформация жасау керек, соның барлығын мен сіздерге айтып беремін қазір, хорошо? Қазір өшіреміз, сосын эфирге қайтадан кіреміз, окей?